Баршаңызға сәлем! Бүгін мен сіздермен осындай өте дәмді болып шығатын құймақ рецептімен бөлісемін. Ол өте дәмді жұқа болып шығады. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Менің каналымда әлі көптеген рецепттер шығатын болады. Ал ендеше бастайық. Алдымен 3 жұмыртқамызды жарамыз. Біздің ыдысымыз құрғақ болуы тиіс. Қантымызды 2-ге бөліп миксерлейміз. Күнбағыс майымызды қосамыз. Күнбағыс майымыз иіссіз болуы тиіс. Енді суымызды қосамыз. Сүтімізді қосамыз. Біздің суымыз бен сүтіміз жылы болуы тиіс. Ұнымызды елеуіштен 2-3-ге бөліп өткіземіз. Егер де біздің қамырымыз сұйық болып көрінсе, басқа ұн қоспай-ақ қойыңыздар. Өйткені ол 10-15 минуттан кейін өзі қоюлана түседі. Мәне қоюлығы осылай болуы тиіс. Қамырымызды 10-15 минутқа қойып қоямыз. Табамызды орташа отта қыздырып, күнбағыс майымен майлап аламыз.
Міне біздің құймақтарымыз дайын болып шықты. Ол өте дәмді болып шығады. Осы рецептпен жасап көріңіздер деп кеңес беремін. Және бір айтатыным, егер де мен құймақ жасасам, тек қана осы рецептпен жасаймын. Сау болыңыздар, кездескенше.